Далаға шықсаң күнәлар көп қой. Күнәлар істеп жатады. Айы жүреді. Сол бізге күнделікті болғаннан кейін жүректің жеткізу сол ең төмен. Аны күнделікті болмасаң бізге әшейін нәрсе жаттап қалады да. Сол бізге күнә болады. Енді Алла сақтасын, мүмкін болып жүректің қарайғанынан шығар. Тіпті күнделікті болса да, адам жағдай барынша сол нәрсені жүрегінен жек көруді ұмытпау керек. Яғни күнә болып жатыр саған ештеңке емес, бұл қатерлі бұл нәрсе. Түсінікті ме? Сол үшін мысал әйелдерге қарау әшейін нәрсе болып қалады деген, демек сен көп қарайсың. Түсінікті ме? Біреулер айтады, біз базар жүземіз, солдан болмайды. Базар жүрсен не болды? Сен қарама. Түсінікті ме? Мысал қазір сенен әйел келіп, мынау қанша тұрады деп сұрап жатыр. Солай ма жоқ па? Сен соған қарап сөйлеме сен. 500 реал тұрады де ана қарап. Солай ма? Сен анаған қарасаң бағасы 700 болып кетпейді ғой. Сол баға. Оған қарама сен. Қарамасаң болмайды деген нәрсе болса, онда мәселе басқа. Сен оны реңгің алмайсың ғой. Жо размерін көрейін дедің ғой. Солай ма жоқ па? Табан ер кісі әйелдердің размерімен киім сатпайды. Ондай жерде істемейді. Дұрыс па жоқ па? Дұрыс еркек болса. Сен оған қарама. Машинеге мінсең де, автобусға мінсең де, қарамаудың мүмкіншілігі бар. Көшеге қарап өткенді бәрін тамашалап өтесің бе? Автобустың ішіне қарап отыр. Мүмкіншілік бар. Сонда сенде бір нәрсеге қарағанда жүрегің ауырады сонда. Түсінікті ме жоқ па? Жүрегің ауырады сонда. Содан көп деген бұл бәле бұл, Алла сақтасын бар ма? Көп бауырлардың, яғни не десе болады енді, қаттылау болса айтам, енді ол нәрсе бар болғандықтан. Әйелімен қанағаттанбайды. Неге? Себебі көшеде сонша жалаңашты көргеннен кейін мына бейшараның несін көреді оны? Түсінікті ме? Саған 3 бала, 4 бала, 5 бала, 10 бала туып берді. Сенің жегеніңе қараса, ішкеніңе қараса, тұрғаныңа, жүргеніңе қараса, түнде сен үшін ұйықтамаса, күнде сен үшін ұйықтамаса, сен содан кейін одан не анау? Суреттегі біреуді күтесің бе одан? Сол бұның барлығы келіп тұрған нәрсе. Телевизор көреді, интернет көреді, бәле көйлейді, ана көйлейді, мына көйлейді. Көшедегі біреуді өткізіп жібермейді, бәрін бір шеттен. Рентгеннен өткізеді оны. Тағы жамандап қойды, мыналарды қара деп. Түсінікті ме жоқ па? Біреуді шақырады қарауға. Оменен не болды сонда? Біз үшін әшейін нәрсе болып қалады деген, демек жүрек қарайып жатыр деген ол. Сақтану керек одан. Қарама сен жағдай барынша. Қажет болмаса сөйлеме. Түсінікті ме жоқ па? Сонда ғана сен, алхамдулилла, бір иманның ләззатын табасың. Ибн Қайым рахимахулла айтады, Аллах субханаху ва таала арам қылған әйелге ықыласпенен бет жүзін, көзін жұмып сақтаса, Аллах оның жүрегіне иман береді дейді. Жүрегі рахаттанады сол жерде. Көрейік, амал қылып көрейік осыған қалай болады. Көрейік қалай болады. Түсінікті ме жоқ па? Бейнелла азза ва жал. Сен иманыңда ләззат табасың сол жерде. Себеп Аллахтың бұйырғанын орындап жатсың, қайтарғанынан тиіп жатсың. Бізде сол себептен әхлі сүннаның сенімінде амал неден? Иманнан, жақсылықпен көбейеді, жамандықпен азаяды. Азайып, жүрегің қарайып, соменен жамандық болып көрінбей қалады. Алла сақтасын. Бұл қатерлі жағдай. Адам иманын жаңалау керек, Аллахқа тәубе қылу керек болменен. Кейбіреулер айтады, яғни кіші күнәлар кешіріледі намазбенен, дәретпенен. Жоқ, ол солай болғанымен сен егер жамандықта осылай тұратын болсаң, Аллаху алам жағдайың не болады? Ол жақсылық, жамандықтар кіші болса да жиналып адамды құлатады оны. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям көздің зинасы қарау деді, солай ма? Осылай. Көзді көреді, аяқпен жүреді, қолмен ұстайды, сосын зина қылады. Зина бірден болмайды.
Еш уақытта зина, көшедегі біреуді ұстап алып зина қылмайды ғой мен. Дұрыс па, Алла сақтасын. Оны жаймен басталады. Телефонмен сөйлейді біреулер, жібереді мәліметін біреулер. Анау бәледе танысады. Білмеймін солар қалай құдашылық қыла ма? Анау неме бәле еді анау? Жоқ, қазір бұрынғы бір бәлесі бар еді ғой андай. Бүткіл есенге жиналатын. Бір бәле, әйтеуір, сондай. Әл-мұхим, өздерің жақсырақ білесіңдер ажа. Сондай бәледен танысады. Ол жерге намаз оқитындардың өзінің бөлмесі бар ма? Білмеймін енді әйтеуір. Хижаптылар өздеріне бөлме аша ма? Өздерін реклама қыла ма ана жерде? Бағанағы. Ей, субханалла. Соншалық дәрежеге адам түсе ме сонда? Егер сол әйел үйінде отырса, Аллах субханаху ва таала оған алып келеді оны. Біреу болса да, көшедегі құл болса да іздеп келеді соны. Себебі сол әйел керек болған. Іздеп келеді иншалла. Бізде айтады анау, асыққан қыз күйеуге жарамайды дейме, не дейді? Олар асығып сөйтіп жарамай жүр. Түсінікті ме жоқ па? Ер күйеуге жарамайды, бағанағы әйелге жарамайды, әйелі күйеуге жарамайды сосын. Илля шариғатта оның барлығы егер шегі менен орындалатын болса, Аллах субханаху ва таала әр біреуінің нәсибесін берген. Дүниедегі ақшаны бағана айттық қой, нәсибеңнен артығын алмайсың. Тур сол сияқты әйелді болуда, күйеулік болуда, балашалық болуда, бұның барлығы нәсибеге соқталған нәрсе. Бұның барлығы шектеп қойылған, жазып қойылған. Онда ешқандай жаңалық жоқ. Ешқандай жаңалық жоқ. Жаңалық бар ма, біреу айта ма? Жоқ, жаңалық жоқ. Бұның барлығы аспандар жерді жаратудан бұрын 50 мың жыл жазып қойылған бұл нәрсе. Алдын, бұрын жазып қойылған. Ешқандай жаңалық жоқ. Тек қана сен соны адал жолмен ал, сол әйелді не арам жолмен ал. Адал жолмен арсаң, алхамдулилля, Аллах адалдықпен береді соны, арамдықпен алсаң да арам жолмен береді соны. Одан кейін сенің өміріңе береке немесе берекесіздік. Жақсылық, жамандықты бәрін сен өз қолыңмен істеп жатсың оны, Алла сақтасын. Аллаху алам.